Сәлем достар, сіздермен Айжан. Бүгін біз осындай жемчугтан тамаша нәзік сырға жасайтын боламыз. Бұндай сырғаның көмегімен сіз образыңызды ерекшелеп, кез келген ортаның назарында боласыз. Мастер-классты қарамас бұрын міндетті түрде видеоның астына лайк қойып, тіркеліп, және де қоңыраушаны басыңыз. Сол кезде сіз пайдалы мастер-класстарды жіберіп алмайтын боласыз. Және де мен Instagram парақшамда тапсырыс қабылдаймын. Ендеше мастер-классымызды бастаймыз. Бізге ол үшін табиғи жемчуг және де пин қажет болады. Міндетті түрде пиннің жіңішке түрін таңдаймыз, себебі жемчугымызға кез келген пин сәйкес келе бермейді. Ендеше пиніміздің артық қалған тұсын косачканың көмегімен қиып тастап, енді круглогубцеміздің көмегімен пиніміздан дөңгелек тәріздес форма жасайтын боламыз. Оның көмегімен біз жемчугымызды сырғамызға ілеміз. Осындай сырғаны жасасаңыздар, сіз ешқашан ұтылмайсыздар, себебі жемчугтан жасалған сырға ешқашан сәннен шықпайды. Енді круглогубцеміздің көмегімен пинімізді дұрыстап жабамыз. Сол кезінде біздің жемчугымыз орнынан шығып кетпейді. Енді екінші сырғаны жасауға кірісеміз. Дәп бірінші сырғаны жасағандай пинімізді жемчугымызға өткізіп, дөңгелек тәріздес форма жасайтын боламыз. Мінекей аздаған уақыттың ішінде сіз өзіңізге осындай тамаша сырға жасай аласыз. Егер де бұндай сырғаны сатып алатын болсаңыз, қымбатқа шығатыны сөзсіз. Өз қолыңызбен міндетті түрде жасап көріңіз. Осындай сырғаны біз кез келген образбен таға аламыз. Осындай түрлі әшекей бұйым жасау арқылы сіз үйде отырып табыс таба аласыз, және де өзіңізге де түрлі әшекей бұйым жасай аласыздар. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар. Әлі де алдағы уақытта өте пайдалы мастер-класстармен бөлісемін. Менің каналымда жоғалтып алмас үшін міндетті түрде арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Айжан. Келесі кездескенше.